Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомда картоп пюресін қалай ерекше қылып дайындауға болады, және де пюреміздің өте жақсы болып шығуының ережелерімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Пюреміздің жақсы болып шығуының бірінші ережесі: картоптарымызды аршып дайындап аламыз, суды алдын ала қайнатуға қоямыз, су қайнағаннан кейін бірақ картоптарымызды салатын боламыз. Картопым пісіп дайын болды. Судың барлығын төкпейміз, кішкене түбіне осылай алып қаламыз. Үстінен сары майымызды саламыз. Осылай кішкене ғана салсаңыздар жетеді. Қаймақ саламыз. Қаймақтың орнына майонез қолдансаңыз да болады. Ендігі кезекте міндетті түрде ыстық сүт құямыз. Енді жайлап езіп аламыз осылай. Мен 10 шақты картоп алдым. Соған сәйкес кішкене су алып қалдым және сүт құйдым. Сіздер қаншалықты картоп аласыз, соған сәйкестендіріп сүтіңізді молдау қылып құятын боласыз. Дәмді пюре шығудың тағы бір ережесі: пюрені езіп болғаннан кейін бірақ тұз саламыз. Пюреміз дайын болғаннан кейін дәл осылай миксермен араластырып жіберсеңіздер, пюрелеріңіз өте жұмсақ, үлпілдек, керемет болып шығады. Достар, менің қазақ тілді каналымды қолдап, лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта үй жағдайында өте тез дайындалатын рецепттер шығып отырады. Мінеки пюреміз дайын болды, өте жұп-жұмсақ, дәмді болып шықты. Енді кез келген тамақпен гарнир ретінде салып қолдана берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болғаныңызға рахмет.